Түркістан қаласында былтыр жөндеуден өткен жолдар бүгінде адам жоқшылық халге жетіп отыр. Пайдалануға берілгеніне 5 ай толмай жатып, жолдардың сиқы қашқан. Ал 2020 жылы жалпы Түркістан қаласы бойынша 81 көше орташа жөндеу көрген. Осылай деп қала әкімі Рашид Аюпов халыққа есеп берген. Ал бүгінде Отырар мөлтек ауданындағы осындай көшелердегі жолдарда көліктер жүріп болмайды. Қолдан жасалған бұл жағдай көлік тізгіндегендердің наразылығын тудырып отыр. Қала ішіндегі ойық жолдардың кесірінен көліктердің өгіз аяңдап қозғалуына тура келеді. Ал 10, 5, 7 нөмірлі автобустарға тіпті обал. Автокөліктер рұқсат етілген жылдамдықпен жүре алмайды. Жер астына түскен жолдар көлік апатына себеп болуы да мүмкін. Адам өміріне де аса қауіп төндіріп отыр. Президент Тоқаев жол сапасын сынға алып, жергілікті әкімдіктерге, құқық қорғау органдарына тапсырма берген болатын. Сапасыз жолдарға мемлекет қаржысының жұмсалмауын бақылауды тапсырған. Сондай-ақ президент әкімдердің ең үлкен міндеті жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету екендігін баса айтты. Алайда Түркістан жолдары үңірейіп тұрғанда әкімдік тұрғындардың жол қауіпсіздігіне 100% кепілдік бере алмасы анық. Рашид Аюповтың қаладағы құрылыс жұмыстарының сапасын бақылағанда не көргені өзіне және Құдайға аян. Былтыр Түркістан қаласындағы 81 көшенің орташа жөнделуіне 5 миллиардтан аса қаржы кеткен. Жолдарды жөндеуден өтті деп айтуға ауыз бармайды. Түркістандағы жолдар ендігі құрылысты қайта қажет етеді. Осылайша мемлекет қаржысы сапасыз жолдар салуға тиімсіз жұмсалып жатыр. Жаңа Түркістан газеті алдағы уақытта облыс орталығындағы жолдардың сапасын назарларыңызға ұсынатын болады. Олжас Әбдіхалық, Ахмет Атак, арнайы Жаңа Түркістан үшін.